Көп бизнесмендердің проблемасы нақты обороты бар, 10 миллион, 100 миллион деген секілді. Бірақ өзінде нақты қалтасында ақша жоқ. Яғни барлығына айлық таратып берді, түбінде өзі бір тиынсыз отыр. Оның бірінші себебі компанияның, яғни бизнесменнің финансовый формуласы жоқ. Финансовый формуланы қалай құрастырады? Яғни сенің түскен табысыңнан бағана айтқандай 10 миллион түсетін болса, нақты 15%-ын келесі айдың маркетингіне алып қойып қою. Және өзіндік құны, яғни себестоимость. Бұл себестоимостьқа сол жасалатын өнімге немесе қызметке алынып қоятын резерв ақшасы 40%, яғни 10 миллионның 4 миллион резервке. Көп бизнесмен ол ақшаның барлығы менікі деп ойлайды, ол ақшадан аренда төлейді, басқа қылады, қыдырады, машина алады, сөйтіп ертеңгі күні өзінің өніміне ақша жетпей қалып жатады. Сондықтан да ол менің өзімнің жасаған қателігім кезінде. Яғни нақты резервке сумманы алып қою. Одан кейін айлық пен басқа шығындар орта есеппен 20%. Мынаның бәрі ойнай береді 5-10%. Бірақ қатып қалған қағида жоқ. Негізі осындай бір формуланың негізгі болғаның өзі уже плюс. Ал ары қарай уже нақты сіздің пайдаңыз 25% болып шығады. Яғни 10 миллионның 2,5 миллион теңгесі ғана сіздіңкі, и солған сіз шетелге қыдыра аласыз, машина аласыз, немесе басқа да расходтарға жұмсай аласыз. Бірақ негізі шын мәнісінде осының өзінің 20-30%-ның компанияның дамуына деп бөлек резервке, инвестицияға жинап отыру міндетті түрде абзал болып есептеледі. Мынандай қаржылай жоспар жоқ командалардың, компаниялардың бизнестері минусқа кіріп, кассовый разрыв болып, банкротқа ұшырап жататын жағдайлар орын алады. И сол кезде бизнесмен кредит алады, машинасын сатады, үйін залогқа қояды, былықтан шығып кетем деп ойлайды. Ол былыққа өзін ары қарай тағы да батырып жатыр. Былыққа баттың ба, сразу осы формулаға енгізіп, одан кейін бар кредит алып, басқа да нәрселер жасауға жарасады. Yani көбінесе бізге келетіні болды уже косякқа кіріп, ары қарай уже. В общем, инвестор керек деп келеді ғой, ал инвестор ол қанша ақша салғанмен былықтан шығармайды инвестордың ақшасы. Одан инвесторға қарыз боласың, банкке қарыз боласың, ары қарай кете береді. Келесі видеода басқа проблемалардың шешімін айтатын боламын. Каналға тіркеліп қойыңыздар.